Kagılayın baylar. Ova baylık sizlerdeki eç kim sizlerden talaşpaydı. Bирок eçkur dese ıyık Ramazan ayda bir jetimdi kepildik alıp bir jesirdin közünden akkan jaşın toktotkongo sizin çamağınız jetet da. Karızдар bolған адамның қарызын төлеп қойғанға, үйінің çatırı teşilip жаған жағынан улам, шыбынан бөлмесіне тамчы-тамчылаған bir bayakuştun үйінің çatırын жапқанға сіздің құдіретіңіз жетет да. Мен дағы, сіз дағы барыбыз Аллах үшін ғанабыз. Біздің тапқан байлығыз бүт бары Аллах үшін біз. Қана қайсыл падыша, қайсыл президент, жоғысы қайсыл содегер өлгенде шакектерін бүт барын тағынып, ең мықты үтіктелген костюм шымын киіп, ақ көйнекчен галстукменен көмілді. Көмілгендер болғандар Советтер Союзының дорында. Бірақ еч кимибиз кепинден башка материалга ие чыкпайбыз. Аллахтын алдында ушул жука гана жеңи жана чөнтөгү жок бир материалга ие чыгып кетебиз. Аны да өзү сатып ала албайбыз. Өзгөлөр биздин акчабызды сатып алып келет, бирок эч кимибиз байлыгыбызды тияк кылып кетпейбиз. Андыктан учурдан пайдаланып, ыйык Рамазан айда зекетиңерди чыгарып, ушул бир жетимдерди кепилдикке алып калсаңар деген таризде гана айттым. Мен бир Бердибай деген ажы бай аманы билем. Бай болгондо ал аша чапкан бай болбосо дагы оорулууларга мыкты жардам берип, мугалимдерди көтөрмөлөп, мечит медресе дегендин баарын көмүр менен камсыздап, жетимдин башын сылап, жесирдин алын сурап, кедей жарды кембагалдарга эң мыкты шарт түзүп, умрага бара албагандарга жардам берип, үйлөнө албагандарды үйлөгөн эң мыкты бир Бердибай ажы деген абаны тааныйм. Баарыбызда Аллах Таала ушундай каниеттүү, топуктуу бир бай кылсын деп тилейт элем. Кагылайын байлар. Байлык эч качан эч кимибиз менен мүрзөгө чогуу кирбейт. Болгон байлык ал сиздин дырдай жылаңач денеңизди жаап турган кепиниңиз гана.